Сәлем достар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Бүгінгі видеода осындай кішкентай бүлдіршіндерге арналған көйлек жасауды үйренеміз. Біз бұнда тек тоқып қана қоймай, сонымен қатар астына мата жалғап тігеміз. Тігу үшін тігін машинасының болуы міндетті емес, барлығын өз қолдарымызбен жасаймыз. Тігу үшін мына құрал жабдықтарды қолданамыз. Өздеріңізге скрин жасап алсаңыздар болады. Өлшемдері 1 жасар қызға арналған, кеудесінің өлшемі 43 сантиметр. Ең алдымен осындай 5 бабушкин квадрат тоқисыздар және бір-біріне жалғап тоқисыздар. Оның видеосын, ссылкасын экранға немесе астыға шығарамын. Енді өлшемдеріне келетін болсақ, мына бір квадраттың өлшемі 6,5 сантиметр болды. Ал егерде жалғап тоқылған кезіндегі өлшеміне келетін болсақ, 8,5 сантиметр. Ені ал ұзындығы барлық квадраттардың 43 сантиметр болды. Матаның ұзындығы 30 сантиметр, ені 29 сантиметр. Және де бұл квадраттар осылайынан созылатын болғандықтан мен өлшемге ешқандай сантиметр кеуде өлшеміне қоспадым. 43 сантиметр болды баланыкі. Дәл сол өлшеммен менде барлығы қалды. Бабушкин квадраттарды тоқып болғаннан кейін бір-біріне жалғап жатқан кездеріңізде мына шетіне келесіздер ғой. Осы шетке келген кезде мына жерде шахмат тоқып кетпейсіздер. Бұл жерде столбик без накида қылып тоқисыздар екі шетінде. Қазір мен мына бір шетін қалай столбик без накида қылып тоқимын, соны көрсетемін. Сол бойынша жасайсыздар. Мінекей, қазір бір воздушный петля тоқимын, және мына бір жерге ілмегімді салып, столбик без накида тоқимын. Келесі столбик без накида осы тесікке тоқылады. Әрі қарай мына столбик с накидамның үстіне бір столбик без накидамнан тоқисыздар. Тесікке бір столбик без накида, яғни әр петляға бір столбик без накидамнан екінші шетке дейін тоқып шығасыздар. Мен столбик с накидамның үстін тоқып жатырмын. Енді шеткі тесік қалды. Осы шеткі тесікке мен бір столбик без накида тоқыдым. 2 воздушный петля жасаймын да ары қарай шахмат қылып тоқып кетем. Дәл осы тесікке тағы 2 столбик с накидам тоқимын. Міне 1, 2. Менде бір воздушный петля жасаймын. Қазір шеті осындай бір тегіс болады. Бір воздушный петля, келесі тесікке тағы 3 столбик с накидам. Яғни шахмат түрінде бабушкин квадратты ары қарай жалғастырып тоқи бересіздер. Келесі екінші шетіне келген кездеріңізде дәл осылай столбик без накида тоқисыздар. Міне мен екінші шетіне келдім. Бір воздушный петля жасап, мына бір тесікке тағы столбик без накида тоқимын. Осылайша. Енді мына шетіне дейін тоқимын да ары қарай мына үстінен де айналдырып столбик без накида тоқып шығам. Екінші шетіне жеткенде мына жерде түймелерге тесік тоқимыз. Достар, мінекей мен екінші шетіне дейін тоқып болдым. Енді мына жерде шеткі тесікке 2 столбик без накида тоқимыз. Мен біріншісін тоқып болғанмын. Қазір екіншісін тоқыдым. 2 воздушный петля жасаймын да 2 столбик без накидан өткізіп жіберіп, 3-ші столбиктен бастап тоқимын. Міне тесік пайда болды. Мына жерде 5 столбик без накида қазір тоқып жатырмын. Әрбір столбикке бір петлядан. Енді ортасына тағы бір тесік жасаймыз. Мынау шетіндегі тесігі қазір 5-ші столбигім тоқыдым.
2 воздушный петля жасаймын да, 3-ші петлядан бастап столбик без накида тоқып шығам. Тағы да 5 столбик без накида тоқимын. 3, 4, 5, 2 воздушный петля жасаймын. 1, 2, 3-ші петляға мына жерге 1 петляға 2 столбик без накида тоқисыздар. Мен видеода жаңылсып соединительный столбик жасап жібергенмін. Мен қателігін қайталамаңдар. 2 столбик без накида тоқыңыздар. Әрі қарай жалғастырып айналдыра столбик без накида тоқи бересіздер. Мына шеткі жақтарын шеткі тесіктері, мына ортасындағы тесіктері. Енді әрі қарай дәл осылай айналдыра әрбір петляға 1 столбик без накидамнан тоқып шығасыздар өз беттеріңізше. Мына шеткі жақтарында, мына шеткі петляларға 2 столбик без накидамнан тоқисыздар. Бұрыш пайда болу үшін. Достар, мен айналдырып тоқып болдым. Мінекей екінші шетіне ең соңғы петляма тоқып аяқтадым. Енді жіпті қырқып жіберемін. Және де осы жіпті мұнда тұрған ең соңғы петлямыз. Соңғы петляның қасындағы петляға салып жалғап тастаймын. Өрімнің 2 өрімнен өткізіп жібердім. Соңғы петляға тоқып болған өрімнің ортасынан жіпті өткізіп осылай жалғап жіберемін. Және жіпті, қалған жіптерді артына тығып қоясыздар өз беттеріңізше. Енді арқасына 3 түйме тігесіздер және әрі қарай лямкасын тоқитын боламыз. Мінекей мен 3 лямкасын тоқып болдым. Арқасындағы 2 лямкасы мынау, немесе алдындағы арқасы әлі алды қайсысы болатын өздеріңіз шешесіздер. Енді мына жердегі лямканы мен мына жерге тоқимын деп ұйғардым. Ортасындағы квадраттың шеткі петляларына тоқимын. Жалғанған жердегі міне мына петляға қазір 50 воздушный петля тоқып шығамын. Және 50 воздушный петля тоқып болғаннан кейін 1 воздушный петля жасап, әрі қарай соединительный столбик тоқып шығасыздар. Мінекей мен соединительный столбиктер тоқып болдым. Енді мына қасындағы петляға ілмегімді салып 1 соединительный столбик жасап аяқтадым. Жіпті қырқып алып тастаймын. Енді қасындағы петлядан осылай шығарып жібереміз жіпті теріс бетіне. Және әрі қарай осы жіптерді тығып қоясыздар. Майканы мына жерден қырқып тастаймын. Қыздар, әрі қарай майкамен квадраттарды тігеміз. Сол үшін осындай сүлгіні алып, домалақтап орадым да сыртынан теріс айналдырдым. Теріс бетімен майканы және бабушкин квадраттарды теріс айналдырып, қадағыштармен қадап қойдым. Жылжып кетпес үшін қай жерде қай тігіс тұратынын білу үшін. Енді әрі қарай ақ ине жіппен тігіп шығамын. Мінекей матадан және астындағы бабушкин квадраттан өткізіп тігемін қарапайым тігіспен. Және тіккен кезімізде астындағы тоқыма
ілініп ілінбегенін осылай ашып қарап отырыңыздар. Және тоқыманың бергі петляларына салып, инені сол жерден өткізіп тігіңіздер. Негізі ақ жіп болғандықтан, тоқылған жіпте ақ болғандықтан арғы бетіне өтіп кетсе де жіп онша білінбейді, бірақ мен өткізбеуге тырыстым. Бергі петлялардың жіптерінен өткізіп отырдым. Дәл осындай әдіспен сіздерде ары қарай өз беттеріңізше тігіп шығасыздар. Мінекей мен майкадан өткіздім және тоқымадан өткіздім. Мінекей мен сарафанымды тігіп болдым. Алдыңғы жағынан осындай болып көрінеді, ал артқы жағы осындай. Қай жақпен киіссеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер және де басқа видеоларды көріп өтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.